Сәлем достар, бүгін осындай бір санын шармен толтырып үйренетін боламыз. Осы видеода бәрін көрсететін боламын, толық, және де осы бір деген санды қандай материалдан жасадық, соның бәрін айтатын боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Кеттік, бастайық. Ең алдымен, достар, артқы фонды айтайын, мән бермеңіздер, біз жаңадан үй салып жатқанбыз, әлі до конца бітірмедік. Сондықтан оған мән бермейміз, қарамаймыз. Ендеше цифралар сан туралы және осы тубус туралы айтып өтейін. Басында біз осы екеуін ПВХ деген материалдан жасадық. Жолдасым жасап берді маған. ПВХ деген материалды типографиядан алдым. Бағасы 5000 теңге болды. Сол 5000 теңге бізде осындай бір деген санға жетті, және де осы тубусқа жетті. Бір деген санның ұзындығы 80 сантиметр болды. Өте әдемі көлемді болып көрінеді. И тубус 1 метр болды. Жаңағы біздің ПВХ-ның қалыңдығы 3 мм алдық. Одан да қалың алсаңыздар болады. 5 мм бар и 8 мм. Біз, получается, ең жіңішкесін алдық қой. Ең жіңішкесін алып істесеңіздер, қараңыздар, кішкене неустойчивый болады да, бүйтіп шайқалып солай сөйтіп тұрады. И шармен толтырған кезде артқа қарай құлап кете береді. Жаманы сол. Қалыңымен істесе, может, кішкене устойчивый бола ма деп ойладым, бірақ точнысын білмеймін. Тубус осытып қойдық, тубусты. Ана жеріне лента жабыстырып қойдым. Тағы да бір золотой лента ма, соны білмедім әлі не екен. Аракал ма, бірдеңе жабыстырып қояды төбесіне и астына. Кішкене кірлеп қалған, өткен жолдасым бұны топкада жасады. Жасайтын болсаңыздар, таза жерде жасаңыздар. Байланыстырып тұрған жері, ана жер бір-біріне немен бекітті, частьтарды, бұны горячий клеймен, ыстық клеймен бір-біріне жабыстырды жолдасым. Просто қиып алды, получается, өлшеп, и бір-біріне осындай ыстық клеймен бекітіп жабыстырды. Бұның жасалуы ютубта бар екен. Цифра 1 из пенопласта деп теріп көріңіздер. Фотозона жасайтын адамдардың осындай мастер-классы бар. Содан қарап істесеңіздер болады. Ал енді осы бір деген санымызды шармен толтыратын боламыз. Ол үшін бізге шарлар керек, әртүрлі насос керек. Мен қазір ручной насоспен пайдаланамын, өйткені қызым ұйықтап жатыр. Сосын двусторонний скотч и қайшы. Ендеше кеттік. Ең алдымен бір деген цифраны жатқызып қоямын, ыңғайлы болу үшін маған. Осылай жатқызып аламыз. И шарларымызды үрлеп бастаймыз. Шарларымыздың размері әртүрлі болады. Кішкене үлкендеу, кішкене кішкентай. Былай бір қарап аламыз. Енімен бірдей болатындай. Соны бірдей болып тұр. Үстіп байлап, әшке бүйтіп қоямыз. Неке дайындап қойдық. Енді скотч жабыстырамыз шарымызға. Мына жеріне жабыстырдым. Енді мынау санымыздың ішіне осылай жабыстырып қоямыз, орнатамыз. Осылай жабыстырамыз. Бәрін осылай скотчпен жабыстырып шығатын боламыз қазір.
мына жерде ашық жерлер қалды, иә, осы жерлерге 5 дюйм шар үрлеп қойсаңыздар болады. Менде қазір 5 дюйм шар жоқ, сондықтан осы шарларды кішірейтіп үрлеп, иә, осы жерге қоятын боламын. Кішкентай шарларда менде осындай ақ шар бар, осыларды үрледім, и осыларды қазір мына жерге былай қойып шығамын, ашық жерлерді жабу үшін. Неке шарларымды үрлеп бітірдім. Мына жерлерін бәрін жабу керек. Негізі мен жаппадым, енді ары қаратай түсінікті ғой деп. Негізі мына жерге 5 дюйм шар пайдаланған дұрыс болады. Кішкентай үрленеді, сонда мына жердің бәріне күшті тұрады да. Мына менде ондай жоқ, менде мыналардың бәрі 10-12 дюйм шар, сондықтан осындай үлкен болып тұр. Негізінде сонда 5 дюйм алып қойған дұрыс болады. Неке біздің санымыз дайын болды. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын сіздерге. Менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.